Желтоқсанның 4 мен 14 күндер аралығында Екібастұзда борышкер жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Рейд барысында тәртіп сақшылары әкімшілік айыппұлдарды төлеуден жалтарып жүрген борышкерлерді анықтайды. Полиция басқармасы атқарушылық іс жүргізу органдарымен бірлесіп, борышкерлерді анықтау бойынша оларға айыппұлдарды мәжбүрлеп орындау шараларын қолдана отырып, рейдтік іс-шаралар өткізу ұйымдастырылады. Осыған байланысты аймақтық азаматтардың айыппұлдарды уақытылы төлеуге шақырамыз. Борышкер жедел алдын алу іс-шарасы өткізу кезеңінде борышкерлердің көлік құралдары айыппұл бойынша мамандырылған тұраққа қойылатын болады. 3 күннің өзінде 2,5 миллион теңгеден астам қаражат өндірілді. 3 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды. Салық берешегін банктердің е-салық азамат мобильді қосымшалары арқылы және мемлекеттік кірістер комитетінің kgd.gov.kz сайтында тексеру қажеттігін ескертеді полицейлер. Осыған байланысты өңір азаматтарын қарыздарды, айыппұлдарды, салықтарды, алименттерді және басқаларды уақытылы төлеуге шақырады. Нарабенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.